20 ғаламшарлар қандай болады? Қандай ғаламшарларды алып деп атайтынын білесің? Бір ғарыш кемесінің траекториясын бақыла. Юпитерді тағы қалай атайтынын анықта. Ғаламшарларды неліктен осылай атайды? Ойлан, тағы қандай ғаламшарлар алып ғаламшарлар деп аталады? Күн жүйесінің ғаламшарлары екі топқа бөлінеді. Жер тобындағы ғаламшарлар Жер, Марс, Қызыл жұлдыз, Шолпан, Меркурий, Болпан. Олар үлкен емес, қатты қабатты және күнге жақын орналасқан. Тығыз тау жыныстар мен металдардан құралған. Меркурий мен Шолпанның серіктері жоқ. Алып ғаламшарлар Юпитер, Есек қырған, Сатурн, Қоңырқай, Уран, Нептун, олардың бір ерекшелігі бар. Газды сақиналары тастан, мұз қиыршықтар мен ғарыш тозаңдарынан тұрады. Бұл ғаламшарлардың серіктері бар. Жер тобындағы ғаламшарлар Жер, Марс, Шолпан, Меркурий. Алып ғаламшарлар Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Екі ақпаратты талдап белгіле, білетімін, басқаша ойлағамын, мен үшін жаңа мәлімет. Юпитер күн жүйесінің ең үлкен ғаламшары. Оның беткі бөлігі Жер немесе Марс тәрізді қатты емес. Юпитер газдан құралған. Ол газды алып, оның бетінде үнемі дауыл, құйын болып тұрады. Юпитер өз білігі бойымен өте жылдан қозғалады. Жақтаудағы жазу сенің жапсырмаңа арналған орын. 3 түрлі ақпарат көздерін пайдаланып, әрбір ғаламшардың ерекшелігін біліп ал. Деректерді кестеге енгіз, қуаныш ғаламшарларды салыстырды. Оның жұмысын оқы. Басқа ғаламшарлардың ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Вен диаграммасы. Меркурий ең кішкентай ғаламшар. Серіктері жоқ. Орта қасиеттері пішіні шар тәрізді. Беткі бөлігі қатты. Өз орбитасының бойымен қозғалады. Жер серігі бар. Ғаламшарда су бар. Ауа қабатында көп мөлшерде оттегі бар. 5 күн жүйесінің моделін жеміс-жидектерден жаса. Мысалы, жүзім, Меркурий, басқа ғаламшарларды бейнелеу үшін қандай жемістерді таңдайсың? 6 мәтінді оқы. Қай ғаламшар туралы айтылған? Осы ғаламшар туралы не білесің? Әр ғаламшардың өзіне тән ерекшеліктері бар. Бірден танисың. Оны үлкен сақина қоршап тұр. Сақина тұтастай емес, әр түрлі жолақшалардан тұрады. Ғалымдар бір кездері ондағы су қатып қалған. Сақинада қар мен мұз қиыршықтарынан тұрады деп шешті. Менің алғашқы энциклопедиям. 7 суреттерге қарап, ғалымдардың ғарышты қалай зерттейтінін әңгімеле. Сен білесің бе? Обсерваторияны оңай тануға болады. Оның телескопқа арналған ашылып жабылатын күмбез тәрізді төбесі бар. Тянь-Шань обсерваториясы Алматы қаласының маңындағы биік тау басында орналасқан. Ғалымдар бұл жерде күнде жүріп жатқан процестерді зерделейді. Олар Ай, Марс тағы басқа аспан денелерін зерттейді. 8 өз ғаламшарыңды ойлап тап. Оны сипатта. Сенің ғаламшарың қалай аталады? Ол несімен ерекше? Оның үстіңгі беті қандай? Сенің ғаламшарында тіршілік бар ма? Сұрақтар. Күн жүйесінің ғаламшарлары қандай топтарға бөлінеді? Алып ғаламшарларды ата. Жер мен Марс қай топқа жатады?